тонус маткидің салдарынан сізде угроза деген диагноз қойылып, жиі кездесіп жататын диагноздардың бірі ол эрозия шейки матки. 3 ай өтті, 4 ай өтті, бала көтере алмай жатыр. Мүмкіндігіңізге ешқандай әсер етпейді. Ол әйелдің іші ауыратын болса, ол міндетті түрде. Сәлем қыздар, сіздермен бүгін мен дәрігер-гинеколог Жанар Ержан. Бүгінгі видеода қыздар біз коммерцияға айналған диагноздар туралы айтатын боламыз. Яғни қандай диагноздар ешқандай емді талап етпейді, бірақ өкінішке орай оңды солды қойылып жатады. Сол диагноздар туралы айтатын боламыз. Мысалға эрозия, тонус матки, загиб матки деген сияқты. Егер де сізге бұл тақырып қызық болса, міндетті түрде видеоны соңына дейін көріп шығыңыз. Ал енді жүктілікке қатысты диагноздарға тоқталатын болса, қыздар ең жиі қойылатын жүктілік кезінде УЗИдан кейін соның ішінде көбінесе қойылып жататын диагноз ол тонус матки. Яғни мысалға жүкті келіншек УЗИге барады, УЗИге түсіп жатқан дәрігер, оған сенде тонус бар, тонус матки повышен, яғни жатырдың тонусы жоғарылаған деген диагноз қойылып жатады. Соның салдарына угроза деген диагноз қойылып, дюфастон, утражестан сияқты гормоналды препараттар беріліп жатады, немесе папаверин, ношпа деген сияқты свечалар тағайындалып жатады. Қыздар, бұл жерде айтқым келетіні тонус матки деген диагноз жоқ. Яғни, егер де сізге УЗИдан тонус матки деген диагноз қойылатын болса, ондай нәрсе емді талап етпейді. Неге? Өйткені қыздар, біз жатыр ол бұлшық ет екенін ұмытпауымыз керек. Мысалға, сіз қандай да бір физически жұмыс жасаған кезде, немесе мысалы жыныстық қатынастан кейін, немесе осы УЗИ кезінде бізде ультрадыбыстық сәулелер жатырдың ішіне өткен кезде, ол жерде шынымен де жатырдың тонусы жоғарылайды. Яғни жатыр тонусқа келеді, жатыр жиырылады. Бірақ қыздар, ол қалыпты жағдай болып саналады. Яғни егер де сізде УЗИда жатырдың тонусқа келген, жиырылған байқайтын болсақ, бірақ сізде ешқандай ауру сезімі, қанды бөліністер жоқ, жатыр мойнының ұзындығы жақсы мөлшерде сақталған болса, ол ешқандай да угроза емес, ол қалыпты жағдай, және де емді талап етпейді. Қыздар, соны біліп жүріңіздер. Өйткені көп деген жағдайларда тонус маткидің салдарынан сізде угроза деген диагноз қойылып, көптеген гормоналды және тағы да басқа препараттар тағайындалып жатады. Сондықтан бұл диагнозға мұқият болыңыздар. Қазіргі таңда қыздар, өкінішке орай коммерциялық диагноздарға айналған тағы да бір жиі кездесіп жататын диагноздардың бірі ол эрозия шейки матки. Эрозия диагнозы туралы естімеген қыз келіншек жоқ шығар. Және де мүмкін осы видеоны көріп отырған қыз келіншектердің араларыңызда осы эрозия диагнозы қойылғанда келіншектер бар шығар, иә. Сондықтан қыздар, мұқият тыңдап алыңыздар, максималды түрде сіздерге түсіндіруге тырысамын. Эрозия дегеніміз, қыздар, ол негізінде жара деген мағынаны береді. Бірақ қазіргі таңда өте көп пайызда эрозия шейки матки деген диагноз қойылып жатқанымен, ол өте сирек кездесетін патология. Қазір көпшілік түсінбей аң-таң қалып отырған боларсыздар. Бірақ эрозия мысалға көбінесе менопаузаға өткен, етектері тоқтаған, үлкен апаларда кездесіп жатады жара, немесе мысалға қынаптың ішіне ешқандай назначениесіз, мысалға Қытайдың түрлі таблеткаларын, свечаларын салатын, және де соның салдарынан жатыр мойны күйіп қалатын жағдай болатын болса, мысалға осындай жағдайларда эрозия пайда болады. Бірақ көптеген қазіргі таңда қойылып жатқан эрозия диагнозы ол эрозия емес, оны біз ложная эрозия немесе эктопия деп атаймыз. Ол өте жиі кездесетін, былай қарап айтсаңыз, өте жиі кездесетін жағдайлардың бірі. Бүкіл әлемде, егер де біз статистика жасайтын болсақ, 70% әйелде осы эктопия немесе жалған эрозия кездеседі екен. Яғни ол истинная нағыз эрозия емес, ол жалған эрозия немесе ложная эрозия немесе эктопия деп аталады. Және де өте көп жағдайларда қыздар, бұл эктопия немесе жалған эрозия ешқандай күйдіруді талап етпейді, ешқандай емді талап етпейді. Бірақ өкінішке орай бізде сразу эрозия деген диагноз қойылады. Ол нағыз эрозия ма, немесе ол жалған эрозия ма, немесе эктопия ма, ол анықталмайды. Және де еш нәрсеге қарамастан прижигание жасау керек. Эрозияң үлкен болып кетті, эрозияңды емдемесек қазір ол ары қарай жаман ауруға айналып кетеді деген сияқты өте дұрыс емес
нәрселер айтылып, әйелді сондай бір медициналық процедура жасауға мәжбүрленіп жатады әйел. Сондықтан қыздар, егер де сізге мысалғы креслода дәрігер қарады, сіздің жатыр мойныңызда эрозия бар екен деп айтатын болса, ол заключительный диагноз емес, өйткені біз ол нақты эрозия ма, немесе ол жалған эрозия ма, біз оны тек қана кольпоскопия деген процедура жасау арқылы ғана анықтай аламыз. Сондықтан егер де сізге креслода қаралып, жатыр мойнында эрозия бар екен дейтін болса, міндетті түрде бірінші прижигание жасатпай тұрып, күйдірмей тұрып, бірінші кольпоскопия жасап алыңыздар. Осы кольпоскопия кезінде, ол кольпоскопия дегеніміз жатыр мойнын как микроскоп сияқты үлкейтіп, жатыр мойнның тінін қарау арқылы сізде нақты жатыр мойнында қандай патология екенін анықтап береді. Өйткені егер де сізде эктопия болса, оның үстінде сізде ешқандай шағым болмаса, мысалы ол эктопияңыз сіздің қанамайтын болса, сізге ешқандай дискомфорт алып келмейтін болса, оның үстіне сіз жас қыз келіншек болсаңыз, ондай ситуациялар қыздар мүлдем емді де күйдіруді де талап етпеуі мүмкін. Бірақ нақты біз жатыр мойнында қандай проблемалар болып жатқан анықтау үшін кольпоскопиядан басқа мазокна онкоцитология деген анализ тапсыру керекпіз. Ол жерде біз қандай да бір ауру, онкологиялық ауру бар немесе жоғын анықтап біліп алу керекпіз. Сондықтан егер де сізде кольпоскопияда эктопия диагнозы қойылатын болса, ең жиі почти 90% қойылатын диагноз осы кольпоскопиядан кейін. Эктопия диагнозы қойылатын болса, сізде мазокна онкоцитология тапсырған кезде ол барлығы жақсы болатын болса, плюс рекомендацияларға байланысты адам папиллома вирусына да анализ тапсырғаныңыз жөн. Кем дегенде 16-18 типтеріне, өйткені 70-75% жатыр мойнның онкологиясын шақыратын осы адам папиллома вирусының осы типтері болып табылады. Сондықтан егер де сіз жатыр мойнында қандай да бір патология бар екен анықтағаннан кейін кольпоскопия, мазокна онкоцитология және де осы адам папиллома вирусына ВПЧ деп жатады ғой, соған тапсырған анализдеріңіздің барлығы жақсы болатын болса, ондай жатыр мойнын ешқандай да емді де күйдіруді де талап етпейді, ол бар болғаны бақылауды ғана талап етеді. Келесі бізде қыздар коммерцияға айналған және де керек емес жағдайларда көптеген дәрілік препараттар берілетін, емдеп жататын диагноздардың бірі ол загиб матки. Мүмкін осы видеоны қарап отырған қыз келіншектердің арасында да осындай загиб матки деген диагноз қойылған келіншектер бар шығар. Егер де сізге де осы менің айтып отырған диагноздарымның бірі қойылған болса, міндетті түрде комментарийға жазып бөлісіп кетіңіздер. Қалай диагноз қойылды, қалай ем алдыңыз, соңында қалай аяқталды деген сияқты міндетті түрде бөлісіп кетіңіздер. Барлығын оқып шығамын, маған өте қызық болады. Сонымен загиб матки неге пайда болады және де не нәрсеге ол әсер етуі мүмкін? Жалпы қыздар, біріншіден загиб матки ол сіздің анатомиялық ерекшелігіңіз болуы мүмкін. Яғни әрбір адам, әрбір қыз бала дүниеге келіп жатқан кезде барлығы 100% бірдей болмайды. Жалпы біз жатыр ол жамбас қуысында орналасқан орган екенін ұмытпауымыз керек. Яғни ол қуыс, яғни ол полость. Сондықтан ол жатыр тік ортада емес, алға немесе артқа сәл қозғалған болуы мүмкін. Ол қалыпты сіздің анатомиялық, сізге тиесілі, сіздің анатомиялық ерекшелігіңіз болуы мүмкін. Және де қыздар, загиб матки ешқашанда сіздің бала көтеруіңізге, немесе сізде түсіктің болуына, немесе ерте босануыңызға ешқандай әсер етпейді. Өйткені көбінесе бізде загиб маткиді емдеп жүретін қандай келіншектер, ол мысалғы қыз бала күйеуге шықты, тұрмысқа шықты, одан кейін бала көтергісі келеді, немесе мысалғы 3 ай өтті, 4 ай өтті, бала көтере алмай жатыр. Сондықтан ол әрине медициналық бір чекаптардан өтуге, медициналық тексерілістерден өтуге барады дәрігерге. Ал УЗИге түссе, сенде загиб матки, сондықтан сен бала көтере алмай жүрсің, саған осындай препараттар қабылдау керек, немесе осындай массаж түрлерін алу керек деген сияқты ары қарай бір дұрыс емес бағыт-бағдар беріліп жатады. Сондықтан қыздар, загиб матки, тағы да қайталап айтып кетем, ол сіздің бала көтеру мүмкіндігіңізге ешқандай әсер етпейді. Ол бар болғаны сіздің анатомиялық ерекшелігіңіз болуы мүмкін. Екінші момент, мысалғы
Загиб матки неден болуы мүмкін? Сіздің жамбас бұлшық еттеріңіздің әлсіреуінен болуы мүмкін, немесе сіздің жейтін тағамыңыздағы, рационыңыздағы белоктардың жетіспеушілігінен болуы мүмкін. Өйткені жатыр, бағана айтып кеттім, жамбас қуысында орналасады, және де жатырды екі жағынан ұстап тұратын связкалар бар. Ал ол связкалардың дұрыс дамуына бізде белок өте қажетті. Егер де сіз тамақтанатын кезде сізде белок жетіспейтін болса, осы связкалардың немесе жамбас бұлшық әлсізіреуі, немесе осы жамбас қуысында орналасқан органдарға белоктың жетіспеушілігінен олар әлсірейтін болса, оның барлығы осы сізде жатырдың оңға, немесе солға, немесе алға, немесе артқа қисаюына, соның салдарынан осындай УЗИда загиб матки сияқты көрінуі мүмкін. Сондықтан қыздар, егер де сізге загиб матки қойылатын болса, осындай диагноз қойылатын болса, біріншіден паникаға түспейміз, уайымдамаймыз. Өйткені ол сіздің бала көтеруіңізге, немесе жаңағы түсік болуына ешқандай әсер етпейді. Бар болғаны сіз дұрыс өмір сүру салтын қадағалауыңыз керек, дұрыс тамақтануыңызды қадағалауыңыз керек. Сізде белок тамағыңызға жеткілікті ма, жеткіліксіз ба, және де жамбас бұлшық еттерінің әлсіреген қандай да бір басқа симптомдары, белгілері сізде бар ма, жоқ па, соны анықтай отырып, егер де сізде действительно жамбас бұлшық еттеріңіздің, интимді бұлшық еттеріңіздің әлсірегенін байқайтын болсаңыз, онда қосымша интимді жаттығуларды жасап, плюс дұрыс тамақтануды қолға алсаңыз жеткілікті. Сондықтан загиб матки ешқандай отаны, ешқандай дәрілік препараттармен емделуді, немесе бір қандай да бір гинекологиялық массаждарды талап етпейді. Келесі қыздар, ең жиі қойылатын коммерцияға айналған диагноздардың бірі ол угроза диагнозы, яғни жүктілік кезінде әйелдің іші ауыратын болса, ол міндетті түрде угроза деген диагноз қойылып жатады. Бірақ қыздар, естеріңізде болу керек, жүкті келіншектің бірінші триместрда, яғни жүктіліктің 12 аптасына дейін жүкті 10 келіншектің 9-ында төмен тартып ауру сезімі байқалуы мүмкін. Ол қалыпты жағдай болып табылады. Әрине, ол жерде сіздің жаныңыз қиналатындай, қатты сіздің шыдай алмайтындай ауру сезімі емес. Егер де сіздің астыңғы жағыңыз төмен тартатын болса, сәл ғана, немесе мысалға сіз бүкіл күн жақсы жүресіз, тек қана кешке жұмыстан келген кезде, қатты шаршаған кезде, кішкене ғана оң немесе сол жағыңыз тартатын болса, астыңыз аздап тартатын болса, бірақ сіз ұйықтап тұрғаннан кейін оның барлығы қайтадан кетіп қалатын болса, мысалға, немесе жыныстық қатынасқа түскеннен кейін сәл ғана қандай да бір аз уақыт ішінде сіздің ішіңіз төмен тартып ауыратын болса, ол угроза деген диагноз емес, қыздар. Бұл туралы мен неге айтып отырмын, қыздар? Өйткені көп деген жағдайларда ешқандай көрсеткішсіз осы угроза деген диагноз қойылып жатады, және де гормоналдық түрлі препараттармен, жаңа утражистан, дюфастон деген сияқты препараттар тағайындалып жатады. Сондықтан егер де арасында ғана ішіңіз тартып ауыратын болса, мысалға, бірақ УЗИда ешқандай патология, проблема жоқ, мысалға сізде гематома жоқ, УЗИда жатыр мойны жақсы сақталған, сізде ешқандай қанды бөліністер жоқ, және де ауру сезімі прям жаныңызды қинайтындай, қатты ауыратындай болмаса, онда ешқандай дюфастон, утражистан сияқты гормоналды препараттарды қабылдауға ешқандай көрсеткіш жоқ. Және де плюс бізде көбінесе жаңа папаверин, ношпа деген сияқты тік шекке салатын свечаларды тағайындалып жатады. Егер де жаңағы мен айтып кеткенімдей, сіздің жатыр мойныңыз УЗИда жақсы сақталған болса, сізде қанды бөліністер болмаса, гематома болмаса, арасында ғана ішіңіз төмен тартып ауыратын болса, ол ешқандай дәрілік препараттарды қабылдауға көрсеткіш емес. Ол бар болғаны сізге уақытша демалып, стресстарды болдыртпай, фолий қышқылыңызды ішіп, жақсы көңіл күйде жүруіңізді ғана талап етеді. Сондықтан угроза диагнозы қойылды екен деп, бірден гормоналдық препараттардан қабылдаудың қажеті жоқ, қыздар. Естеріңізге сала кетейін, қыздар, менің YouTube арнамнан басқа Telegram және де Instagram парақшаларым бар. Ол жақта мен күнделікті өзімнің жеке өміріммен, жалпы гинекологиялық ауруларға байланысты, жүктілікке байланысты пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамын. Егер де Telegram, Instagram каналыма қосыламыз десеңіздер, сілтемелердің барлығын осы видеоның астына қойып кетемін. Сілтемелерден өтіп қосылсаңыздар болады. Әдеттегідей видеоны лайк қойып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.